Бүркіт, сендердің флажоктарың көтерілді. Қайсы баратын мәшинемен. Давай, машинамен. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сіздерді бірден келіп жеткен Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Және бүгінгі Рамазан айы құтты болсын. Осы Рамазан айында ораза ұстаған жандардың оразалары қабыл болсын, ниеттері қабыл болсын. Мен алдыңғы видеода мен айтқан болатын, келесі видео коллаборация болады. Я, осы видео коллаборация болады. Мен 2023 жылға жоспар құрған кезде коллаборация болады және подписчиктермен балыққа баратын болам деп жоспар құрған болатын. Сол жоспардың бүгін 2 пункті бірден орындалайын деп тұр. Сол себепті сіздер осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады. Ал Біздер, короче, Жаңғызқұдық дейтін ауылдамыз. Жаңғызқұдық деген ауыл ғой деймін я. Ондай қарлар бар әлі. Қар ерімеген ғой, маған қарасаңдаршы. Ондай қарлар. Что-то ауылдың ішінде мөр фонарлары көріпсіз бе? Андай не екен, светодиод не алды екен? Осы күн сәулесінен не алатын фонарлар екен. Жаңғызқұдық дейтін ауылдамыз. Бүгін қызық болады. Бүгін себебі подписчиктермен бірге және каналдың бір қонағымыз бар. Кейін айтатын болам кім екенін. Қазақша контент түсіретін Астанадағы жалғыз канал. Наурыздың нешесі бүгін? 17-сі ма? Көктемнің есі де жоқ қой ма? Міне біздің алдымызда машина келіп жатыр, айты қабыл. Қандай рациямыз бар. Айтып отыр, біздер жолды білмейміз, бірінші рет келіп жатырмыз мына жаққа. Жарлыкөл деген, білмеймін. Жаңғызқұдық дейтін ауыл, содан арқа асқан кезде бір көл бар екен. Біздер адастырып жүр, білмеймін былай. Жол білмей жатыр. Мына жақта жол жоқ екен. Із жоқ. Так, не деп жазылып тұр мына жерде? Жол салды ғой, кетті ғой. Жарлыкөл пункт Егеріске дей ма, бірден деп жазылып тұр. Мына жол емес пе? Мына жол таңдады әйтеуір, білмеймін. Артынан ілесеміз енді. Бүркіт. Точно осы жол ма? Айтоха, айтады ғой 221% дейді ғой. Болды. А чё мына жерде вообще ізі жоқ міне? Ешкім келмеген ба не? Астында жол жатыр ғой, қарасайшы дейді. Қарашы, мына көлге келдік. Көлге түсетін жер мынандай болып жатыр, қар болып жатыр. Ең соң күрейін деп жатыр күрекпен. Бірақ білмеймін. Ана жерді алу керек сияқты, мына жерді ондай қатты не емес қой. Бұл жерді алып көрейік. Бес минут сайын ауысып ашыңдар е. Прикинь, қайтып орындап шығарды тәң қассақ, ё-май. Әні қара, бір машина тұр, 2, 3, 4, 5, ё-май. Ана жақта дискотека болып отыр ғой. Мына үлкен екен ғой көл да? Ана арқасын қара. Машина светтері көп. Қайта бүгін адам көп екен алдын жолмен келгенде. Бесақ бір алты уақыт машина тұр. Мына жерді аштық. Мына жер кіреберісіне келіп тұрып қалып жүрме? Ондағы тираны. Болды. Не ол? Балық аулауға келіп қалдық. Сағат 10 болды ғой, прикинь. 10-да келіп тұрып қой. Бүгін бізде каналда біздің қонағымыз мінекей Фараби аға. Ассалаумағалейкум, құрметті Астана балықшы каналының көрермендері. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін міне бір балық аулаудың сәті түсіп Жарлыкөл көліне балыққа келіп тұрмыз.
Бүгін міне Әділхан бауырыммен танысып, көптен бері өзім осы бауырыммен бір балыққа шыққым келіп жүрген. Соның бүгін сәт түсіп, мінекей Әділханмен балыққа да келіп қалдық. Бұл кісінің каналы, мен ссылкасын қоям. Астанадағы осы қазақша түсіретін басқа адам жоқ қой деймін. Осы кісі бұрыннан бері түсіреді. Кіріп канал көрсеңіздер болады. Каналға тағы бүгін Абылай. Абылай деген жігіт. Мына жігіт екеуміз біздер бұрын карастар ауладық қой 1 килограмм. Қорғалысында. Иә. Бүгін осы кісілермен келіп қалдық. Қазір келесі. Жақсы балық. Иә? Балалар. Пизуқы кішкене. Дұрыс. Так, мынау Абылай деген. Киімі мощный екен. Абылай. Айтқабыл де. Ассалаумағалейкум. Айтқабыл. Кешкі Айтқабыл. Және тағы кім? Қуаныш. Қуаныш деген кісі анау аяқта. Ол жерлі сылағын қойып жатыр. Солай осындай состав бүгін көреміз енді бұйырса қалай болатын. Настроение мощный. Көреміз енді. Бүгін мынандай мұны шылпайы, мына жақта қолмен тесіп жатыр. В общем, движение бәрі басталып кетті мына жерде. Все, мен де заттарын шығарып жерлесілерімді қоя беремін. Короче, мынандай шылпайы. О, номер рахат екен ғой? Аха. Все, жақсы. Номер кафе екен. Бір. Мынандай шылпайы. Қолмен тесіп жүргеннен көрі. Рахат екен бір. Неше секунд? Екі тесік бар уже. 3 тесік енді 2 тесік қалды. Мына девольт деген керемет нәрсе екен. Мықты ғой надатын шырпайық. Мына менің арманым ғой. Шырпайық менің арманым. Бір күн қайсы орындалып тұр. Фараби ағаның несі ғой шырпайық. Короче, бірінші загар. Білмеймін. Бірінші загар. Қана тұр. Анда бәрінде анда не тұр? Үшеулік. Үшеулік деп қойын. Андай қара қармақ тұрында. Ама тексереміз ал. Жоқ қой деймін. Үлгірмей қалдым, подсекать етіп. Ең шеттегісі көтерілді. Екінші поклевка. Аялдыратыр. Аялдыратқа. Жестко аялдыратыр. Біріне келеді. Мінекей. Жаңа камера соңғы қылды. Шортан. Сәл кішілеу екен, бірақ осы жердің шортан бәрі осындай дейді ғой. Стандартный. Мына тесіктен түсті. Маған. Камерам өшіп қалды ғой. Зарядке қосып қойдым. Әбден шығарып отқан кезде өшіп қалады ғой. Жақсы. Екінші көтерілген бір шортан бар. Қалғандарда пока тыныш. Мен ашып бердім, енді қалғандарды түсу керек. Бұйырса көреміз қалай болады екен. Басы жақсы кана шортанды қуыратын боламыз. Айтқабылдікі көтерілді. Көрейік. Лескісі аз қалған ғой. Ох, есть. Абылай. Да, 5 килограммовый. Бар екінші шортан. Жақсы, ма шортаны өлшеп көрейік.
500-600. Ha? Qancha? 835 gram дейді. Қазір осы шортанды қуырамыз. Мұздай судай. Ау? Шелекті сақтай білмейді екен. Салқын емес сияқты. Шортандарымызды дайындайтын боламыз. Бекетті тұз саламыз. Тұз. Майға өзің ұрып, Үндетемізде енді. Жазда бір рет қуырғам. Отқа негізі күшті шығады. май. Еттің майынан салып жіберсекші. Болмай ма? Жоқ, оны солай не қылу керек қой деймін. Бірақ осы жетеді шығар. Оны алмағанымыз дұрыс болмады, е? Оны түсу көре береміз. Қазір енді майдың қайнағанын күтеміз. Май қасығаннан кейін салатын боламыз. Майымыз несеп бастады. Саламыз енді балықты. Свежий шортандар. Мінекей. Мындай болып жатыр. Асықпай қызарып қуыру керек. Көбісі шортанда негізі ұнатпайды. Несі көп, еті ақ болады, бірден карасисы жақсы көреді ғой бәрі. Негізі шортанның осындай 1 килограммға дейінгі шортандар дәмді болады. Комментарийға жазыңыздар. Шортан тәтті ма, әлде карас тәтті ма қайсысы. Балық пісіріп жатсам, ана жақта бір флажок көтеріліпті. Мынау. Көтеріліпті. Ештеңе жоқ сияқты. Түрт күркен жар. Шошытып кетті ма? Біраз мата деткен ғой бұрадан? Мәссә. Де? Мына бақыт қият саған ғой. Мына сіз жем алып жатыр ғой. Қой өлген шығар ғой. Жем алып жатыр әне? Анаң қара. О, түрі. Үсті басы қирап жатса да. Анашық мен балығым күтпесін. Картнашыға сала. Мына тесіктен өзі екінші рет. Міне обед. Мында ет, май, балық. Осының таза қазақтың обеті ғой. Қазір шай қайнатамыз. Осының бізде обед ыстық балық жейтін боламыз. Кәдімгі жек көрейікші. Қалай болды екен, бісміллә. Бүгін мен ұстаған шортан бірден қуырып, бірден жеп жатыр. Түр тамақ ішеміз. 3 болып жатыр. Мына жерлесалардың бәрін балықтарын тексеріп шығайын деп жатырмын. Тірі балықтарын қалай екен. Қалай қоюға болады екен міне. Бірден көргенді бізде істеп жатырмық. Балықтарын кішкене көтеріп түсіріп несеп қойып жатыр. Қарап. Тірі ма тірі емес пе деп. Нар дайында. Поклевка. Анау екінші рет мана бір шортан ұстап алдық қой сол жерде. Көрек бар ма екен? Ана Әйде мұн қа келген кезде қалды. Тағы да бір сработка. Анда бар. Адам
Ayağını көріп ayağını. Var mı? Тамаша. Мындай қара қармақ. Осыған келе жатқам. Анау жолда анау көтерді. Так айналдырып жатыр. Давай. Что-то жай айналдырып жатыр. Неге жай айналдырып жатыр? Kaçar. Korik. Одан кісі ғой. Мынау да сондай пачкурник. Мынандай. Пачкурниктен кейін мына шортымдар кіре қалмайды сияқты ғой. Иә. Қаны ағып бітті міне. Қызық я екеуі қатарынан. Бүркөт сендердің флажоктарың көтерілді. Қайсы баратыр машинамен ашы. Давай машинамен. Міне мына машина келе жатыр. Мына рациямен сөйлесіп жатыр ғой. Жана бір айналдырды. Жана ма? Иә. Так. Өтірік болып шықты, өтірік. Жалған ақпарат. Жалаша көтеріледі, бірақ шортан жоқ дейсің. Анау бізде көтеріп тұрған жоқ па? Ауа райы өзгеріп кетті, жел болды ма бірдеңе болды. Желеп заттардың бәрін жинай беру керек қой. Нағаста тренажер. Айналдырып кетті. Ақыры әйтеуір түсті ма? Анау атты ма? Е, атты. Әне, анау да атты. Бірдеңе болып жатыр. Комедия басталды. Ай, мынау қолымды суға малып, онымен бәрі бөрмейтін нәрсе бөрмейді екен кетті. Ал, көрек. Ой, жіберіп қойдым ба? Жоқ, бар екен. Кетіп қалды. Кетіп қалды ма? Иә. Кетіп қалды. Балығымды бірге алып кетті. Анау жұтпаған екен, аузына тістеп тұрдым екен, тартқан жолы бар бірден. Мынау бізде не ғой? Бар ма? Бар ғой. Оба! Нормально. Мынандай ғой? Сразу ала татасында, короче. Иә, Міне, мынаған түсті. Бір жақсы рақат күтпейсің, айналдырған кезде тарты салысты. Встречный тартсаң болды. Міне бүгіндікке түскен шортандар кішкентай енді. 600-500 грамм сондай шығар. Бәрі жана қара қармаққа түсті. Кешке жақын түсті бәрі. Тәртейін біреуі түсті. Біз оны қорып жеп алдық. Ошым солай, жайлап жиналамыз. Бүгінгі балық аулауымыз осымен аяқталады. Жарлы көл деген жаңа жермен таныстық. Білмеймін енді. Шортаны кішкентай екен, бірақ бұйырған. Енді қазір Шай қойып қойдың ба? шай қойып қойдым. Жылы су ішіп алайық. Ішіп алайық. Сосын жиналып. Енді мына балықтарымды ашып алайын. Бірден қап. Үйге барып бана не істемей үшін. Күн жарықта. Сонымен дәл осылай осы видео аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет айтам. Фараби аға сізге көп рахмет. Фараби ағаның каналы Фараби Кушанов деп аталады. YouTube'та іздеп, сол кісіге тіркеліп, каналына кіріп қарап шығыңыздар. Осы Астана қаласындағы қазақша түсіретін жалғыз ғана YouTube канал. Қалған мынау подписчиктерге көп рахмет айтам. Айтқабыл,
Абылай, сіздерге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше тағы да барлықтарыңызға Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Енді осы видео соңғы бола ма, соңғысы болмай ма білмеймін. Егер мұз ерімесе әлі де балыққа баратын боламыз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.